Қазақ әдебиеті поэзиясындағы шоқтығы биік дара, дана тұлға Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы қарсаңында ақынның шығармаларын жұртқа оқу эстафетасын Іле аудандық кітапханасына қарасты Кассик ауылдық кітапханасынан Ақши ауылдық және балалар кітапханасы зор ықыласпен қабыл алды. Абай Құнанбаев: мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ұқпас талап тұғар, көңілінің көз ашық сергек үшін. Түзу кел, қисық қыңыр қырын келмей, сыртын танып іспеттес сырын көрмей, шу дегенде құлағын тосаң сиды, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таң қаламын алдыңға айтқандықтай, және айтады дейді жұрт тыным бермей. Сөз айттым әзірет әлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтын иек сарала қыз. Кәрілікті жамандап өлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз. Әсіре қызыл емен деп жиренбеңіз, түбі терең сөз артық бір қайқарсыз. Абай Құнанбаев 16-шы қара сөзі. Қазақ құлшылығын Құдайға лайық, болса екен деп қан жемейді. Тек жұрт қылғанды бізде қылып, жығылып, тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп алсам ал, әйтпесе саған бола жерден мал қазан бар, дейді оны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл сол саудагерде қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп, әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадым демесе болады дағы, тілімнің келмегенін қайтушы еді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып бар.
жасасын. Илья аудандық мәдениет үйінің номері 1 филиалы Ақши ауылдық мәдениет үйіне жолдаймыз.